Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мектеп бинго ойынының екінші шаблонын таныстыратын боламын. Жалпы шаблонда 16 слайдтан тұрады. Сұрақтардың саны 5 сұрақ. Мына жерде әзірше 5 сұрақ, 20 сұраққа дейін немесе одан да көп сұрақты қойсаңыздар болады. Ал енді мен ойындың бірінші титулын беттен тұрады. Қазір ойынды қалай ойнала соны көрсетейін. Ол үшін показать слайдқа басамыз. Oyunumuz осылай басталады, одан кейін ойынды бастау деген батырмаға басамыз. Ойынды бастау үшін мына жердегі бастау деген батырмаға бір рет басамыз. Тастар айналады осылай. Одан кейін мына жерде тоқтату деген батырмаға басамыз. Бізде мына 5-ші шар шықты. Осы 5-ші шарға бір рет басатын болсақ, 5-ші шардағы сұрақ шығады. Әлемдегі ең бай мемлекет қайсысы? Оқушы жауап береді, одан кейін жауабы дегенде бір рет басамыз. Одан кейін мына жерде жауап шығады. Келесіне жазамыз. Тағы да бастау. Айналады, тоқтау. 11-ші шар шықты, шарға бір рет басамыз. 11-ші шардың сұрақ Қытайдың астанасы қай қала? Жауабы Пекин. Келесі. Бастау деген батырманы басамыз. Тоқтату. Екінші шар. Әуе көлігі ең күшті дамыған ел. Жауабы ақш. Келесі. Осылай ойналады. Енді мына шаблон осылай ойнала береді, осылай кете береді. Енді мына жердегі мен қазір музыкасының дауысын сәл төмендетейін. Қаттеген. Осын былай төмендетіп қойсаңыздар болады. Немесе музыкасын мүлдем алып тастасаңыздар да болады. Одан кейін не істейміз? Шаблонды сабағыңызда ашық сабақта немесе кәдімгі жай сабақта қолданасыздар. Қолдансаңыздар болады. Қызықты, өте қызықты ойын болады. Мына шаблон. Енді комментарий бөліміне өтіп шаблон жүктеп алғаннан кейін не істейміз? Мына жерге бірінші сұрағыңызды жазасыздар өшіріп, жауабы дегенде мынаны алып тұрамыз да мына жерге жауабын жазасыздар. Одан кейін былай жауап қоямыз, оны болды. Әрбір сұрақты осылай жазып шығасыздар. Одан кейін бізде біткеннен кейін копировать етіп алмаймыз, дублировать етіп аламыз. 5 сұрақ немесе одан да 6 сұрақ болатын болса, оны көрсетемін. Мысалы, мештің бір шетіне басамыз, соның шетіне сосын дублировать слайд деген бір рет басамыз. Осылай шықты. Енді астына алып қоямын, осыны қоямын, одан кейін мынаны қоямын, екінші слайдта дублировать слайдқа басамыз. Осыны астына түсіріп аламын. Одан кейін соңғысын дублировать слайдқа басамыз. Үшеуін алдым. Енді үшеуін өзгертіп шығамын. Бізде дайын өзі, оған тиіспейміз. Тек қана мынаған басамыз бір рет. Осыдан удалить гиперссылкаға басамын. Одан кейін қайттан гиперссылкаға басып, место в документте мына жерде 18-ші слайд, келесі слайдқа өткізу үшін 18. Окей. Болды. Енді мына жерде бізде 18-ші шар қолданды, енді басқа шарды қолдану керек. Ол үшін мына жерден басқасын аламыз. Мысалы, алынбаған бір шарды алайын. 7-ні алайын. 7-ні алдым. 18-де жаңа гиперссылка бар еді, оны өшіре саламыз. Одан кейін 7-ге гиперссылка қоямыз, ол 19-ші слайд. Окей, болды. Енді мына жерге 7-ні алып келуіміз керек. 7-ні алам, копировать. Осылай 7-ні қоямыз. Резет 7. Болды. Мына жерге сұрағы, одан кейін не? Енді түсін өзгерту керек болса, сары түсте, сары түсті болғаннан кейін біз ненде сары түсті етіп қояйын. Бұлай істей саламыз. Осылай. Одан кейін мына жерде жауабы дегенде де сары түсті етеміз. Астындағы нені тағы да өзгертеміз. Осы да тұра берсе де болады. Осылай. Енді осы қалай болды? Қазір бір рет көрсете салайын. Мынаған басамыз. Негізі басынан басталған кезде музыкамен басталады. Ал осылай қоятын болсақ музыкасыз. Өйткені музыка тек қана басынан басталғаннан кейін негізі соңына дейін болады. Бастауға бір рет басамын. Міне, айналып тұр. Тоқтатуға басам, жаңа мен қойған не 7-ші шар шықты болды. 7-ші шарға бір рет басам, сұрағы шықты, сары түсті болды. Тек қана мына жерге сұрақтарын жазбадық. Бірақ міне барлығы істеп тұр.
келесіне басамыз, ары қарай өтеді. Болды. Осымен шаблон түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде музыканы былай өшіресіздер, қосасыздар. Ойынды бастау дегенмен бастайсыздар. 5 сұраққа дейін бар дайын осы жерде. Тек қана сұрағын және жауабын жазып, осыны ойнатсаңыз болады. Немесе осылай үшінені копировать етіп, дублировать етіп алып, осылай сұрақтарын көбейтсеңіздер болады. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.